Баршаңызға сәлем достар, бүгін мен сіздермен пирожки дайындайтын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер, ортасы толығымен піседі, бір жасағаннан шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай таза ыдысымызға жылы сүтімізді және жылы суымызды құйып, бір араластырып аламыз. Оның үстіне тұз, аштығымызды және бір ас қасық қантымызды салатын боламыз. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды жайлап отырып салып, қамыр илейтін боламыз. Осылай ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ең алдымен мен осылай қасықтың көмегімен араластыра отырып қоюландырып алдым. Содан кейін қолдың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр иледім. Қолымызға жабысқақ болып келеді. Одан еш уайымдамаңыздар. Қазір үстіне 50 граммдай сары май қосатын боламын. Және мен қажетті заттардың барлығын төменге описаниеға қалдырдым. Сол жерден мөлшерін қарасаңыздар болады. Осылай ерітілген сары майымызды үстіне құйып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қаттырақ илеп, сары майды қамырымызға біріктіретін боламыз. Достар, бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болды. Осының бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоятын боламыз. 1 сағатта біздің қамырымыз толығымен ашитын болады. Ашыған қамырымызды осындай кішкентай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен барлығын осылай кішкентай бөліктерге ең алдымен бөліп алдым. Содан кейін салмасын дайындайтын боламыз. Менде піскен бауыр бар. Піскен бауырды осылай массировканың көмегімен немесе блендердің көмегімен турап алсаңыздар болады. Оның үстіне ұсақталған жуамызды, тұзымызды, бұрышымызды салып араластырып алдым. Бізде жаңағы кішкентай бөліктерімізді осылай қолымыздың көмегімен басып жайып шығамыз. Оның үстіне салмамызды салып, видеода көрсетілгендей етіп бүгіп шықсаңыздар болады. Мен осылай барлығын бүгіп шықтым. Барлығын бүгіп болғаннан кейін майымызды қыздыратын боламыз. Қызып тұрған майымызға дайын болған пирожкилерімізді салып, баяу отта пісіреміз. Міндетті түрде майымыз қатты қызғаннан кейін оттың астын баяулататын боламыз. Баяу отта осылай 5-10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің пирожкилеріміз осымен дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирожкилеріміздің ортасы осылай толығымен пісетін болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Карина.